Баршаңызға қайырлы күн. Жаңа жыл отбасыларыңызға құт береке, ырыс, бақыт келсін. Бүгін сіздермен біз өте қарапайым жолмен дайындалатын кокосовый пирог, баунти пирогын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге қажетті 2 жұмыртқа, 100 грамм қантты жақсылап араластырып аламыз. 130 грамм қаймақ және 130 грамм бөлме температурасындағы сливочный май. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. 400 грамм ұнға 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып араластырамыз. Енді осылай шетінен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын. 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Начинкасына 250 грамм творогқа, 100 грамм кокосовый стружки және сгущенкамызды қосамыз. 1 жұмыртқа. Осыларды жақсылап блендермен езіп аламыз. Енді бетіне крошкин дайындаймыз. 70 грамм ұнға, 50 грамм қант, 50 грамм бөлме температурасындағы май. Осыларды қолмен ұнтақтап, және 50 грамм кокосовый стружки қосамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Осыны жайып, (24) диаметрдегі формамызға саламыз. Енді ішіне начинкамызды салып, бетіне енді крошкемізді сеуіп, кішкене кокосовый стружки сеуіп жібереміз. Өте керемет иіс беріп тұрады. Және қызып тұрған отта 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Бір жасағаннан шығады.